200 адам жерде қан жоса тұра алмай жатырмыз. Ішіміздегі тамадаға тұрғызып алады да, кәдімгі сен тойды қалай жүргізесің, сол сияқты бастан аяқ жүргіз дейді. Біз 200 адам қан жоса жерде жатырмыз. Анау содан басынан бастап кәдімгі тойды қалай жүргізеді, сол сияқты басынан бастап жатқан адамдарға той жүргізеді. Сол анаған 3 өлеңді таң атқанша айтқызып қойды. Ауыз бірақ жақ қозғалмайды, сынған. Соның тілдері ісіп кеткен. Не есеп шықпайды, содан су жұта алмайды. Жұтайын дейді, жұта алмайды. Іші бауыры езіліп кеткен. Арасында түкіреді, сол кезде қан түкіреді. Не есеп сүйейін десе, кішкентай 2 тамшы, 1 тамшы ғана қан шығады, басқа не есеп шықпайды. Соны настылыққа салып бердік, ананы шығарып кетті, ертеңінде уже өлді деген хабар келді. 96 жылғымын, осы Өскемен қаласында 2016 жылдан бастап тұрамын, тұрғынымын, өзім мұғалім, тренермін. Қаңтар оқиғасы 22 жылы 5 қаңтар күні мен 2 қабат декретке шыққалы отырған әйелімді алдым да Центральный көшесінде, орталық көшеде Нұрмағанбетов көшесінде кетіп бара жаттым. Кептеліс болды, барлық жол жауып тастады. Соны не істерімді білмедім. Жалғыз бағытты жол, содан көліктен түсіп ары тұрдым, бері тұрдым, тіпті болмағандықтан, ішіндегі әйелім тоңа бастағандықтан қарсы бағытқа шықтым да орталыққа бардым. Содан айттым, осылай жағдай, мен кетейін дедім. Соны түсіп айналып бір рет жүрдім, мына жақпен кетіп қал деді, полициялар жіберді. Үйге бардым, келдім. Үйге барып әйелімді түсіріп, қайта келдім сол жерге. Себебі олар маған звондады. Сол мен келіп ары үйге кетіп қалғанда 1 сағаттың ішінде сен жаңа орталықта жүрсің ғой, митингіде жүрсің ба деп звондады, келдім. Біреулер белгісіз номерден. Соны жарайды дедім, орталыққа келдім, митинг болып жатыр екен. Сода мені бір адамдар таныды да, енді Өскемен қаласы мәселесін көтеріп жүретіндіктен жастардың атынан Тілеужан сөйлесін деді. Сода мен ол жерде Жаңаөзенде батысты қолдаймыз, батыспен біргеміз, және тіл мәселесін, Өскеменде тіл мәселесінің қатты ақсап тұрғандығын, Өскеменде 500 неше көше болса, соның 70-80%-ның аты орысша екенін айттым. Соны қазақтандыру. Екінші мәселе жастардың жұмыссыздығы. Осы мәселе. Үшінші мәселе біздің Өскемендегі негізгі көшелердің, жолдың жамандығын, тесіктігін, сондай мәселелерді әкімге талап етіп, осыны реттеу керек деп қойдым. Бірақ Жақсылық Омар Мұқашұлы сол сәтте адамдар тыңдап та тұрған жоқ, келді, ары бері тұрды да халықтың алдында мына мәселені шешеміз деп бірде-бір сөз айтқан жоқ. Тек қана мен сіздерден қорыққаннан келіп тұрмын жоқ, мен өз еркіммен келіп тұрмын деді. Солай халықтың ашуына тиді, провокация жасады. Сол сәтте әкімдікті қорғап тұрған мемлекеттік қызметкерлер халықты итеріп өздері провокация жасап, жаңағы халықтың көзін ашытатын нәрселер шашып халыққа қарай лақтырып солай істеді. Сол кезде ішіп алған біраз халықтың арасында жігіттер жүрді, ішіп алған, ту көтеріп алған, анадар деген кеттік, төбелесейік, шағай, ұрайық деп солай провокация жасап жүрді. Ал оның алдында бірнеше 3-4 қазақ жігіттер біз оларды қойып, бұл ештеңені қиратпаңдар, акиматты қиратсаңдар да бұл халықтың ақшасына жөнделеді. Бұлардың ештеңесі кетпейді, ешбір мүлікті қиратпаңдар деп ортада жаңағы провокация жасап жүргендерді біз сабырға шақырып жүрдік. Содан үш кезінде, 3-тен кете сол халыққа қарай оқ атып, жаңағы резиновый оқтарды атып, жаңағы тарсылдақ бірдеңелерін атып, солай халықтың ашуына тиіп, 5 кезінде 2 жақ кішігірім төбелеске шықты. Бірақ ол кезде мен арт жақта ана су бұрқақтың үстінде видео түсіріп сол жерде қарап тұрған едім. Сол кезде біраз ұрыс болды. Сонымен кетіп қалдым. Ұрыс болды, одан тып-тыныш бола қалды. Сонда мен кетіп қалдым. Түнгі уақытта мен Қазыбек биде, Өтеп көшесінде аптекаларда, дәріханада және де бір жеміс-жидек сататын дүкенде жеміс алып, дәрі алып жүргенімнің барлық сергекте бар. Ал түнгі нақты ұрыс шабыс болған уақытта менің жаңағы сол орталық алаңда болғаным туралы ешбір дәлел жоқ. Мен болмағам ол кезде. Солай бітет қаңтар. Түнде ұрыс болды, мен оның ешқайсысында қатысым болған жоқ. Жай күндіз сөз сөйледім, кеттім. Содан 7-сі күні таңертең 10 кезінде мен Семейге шығатын жол бойынан жанымда әйелім бар. 2 қабат босанғай отырған. Келе жаттық, тоқтатты да 4 машина қоршап тоқтатты. Екі жақтан оң жағымда отырған әйелімнің басына мылтық тіреді, және менің басыма мылтық тіреді. Мен айтып үлгердім, ештеңеден қорықпа, маған қарама. Болды, ештеңе қарама. Бұл иттер сен босанғай отырғаныңа қарамайды дедім. Содан мен тік тұрып алып едім, мылтықпен 2 рет ұрды. Қолымды ұстап тұрғанда сілкіп жіберіп едім, мылтықтың артымен 2 адам желкемнен ұрды. Содан енді біреулер аяғынан атыңдар деген сөз айтты ана жерде. Содан кейін мен жаттым екпеттеп. Жатып ем, ана жерден 4-5 жігіт текпілей жөнелді. Текпілейді. Содан машинаға әйелімді отырғызды да, соның жақын маңайда туысқандарымның үйі болған, сол жаққа апарып тастаймыз деп алып кетіп қалды. Ал мені сол жерден текпілеп 6 жігіт. Содан Нива көлігіне отырғызып, мені қалаға қарай алып келе жатты. Ешқайсысын білмеймін, бірақ офер көзілдірік таққан бір жігіт болды. Түрін көрсем әлі де танимын. Сол жігіт Ниваның ішінде айтты: "Сен мықтысың ба не?" деді.
маған мені ұрып қояды. Сол кезде мен иықпен өзім соғып жібердім. Сол кезде сен мықтысың ба? Не керек болса біз сені қазір атып тастаймыз. Бізде атыңдар деген бұйрық бар. Соны сені атамыз да Тоқаевтың бұйрығы бар. Мынау бізге қарсы шықты, бізге қару ала жүгірді, сол үшін атты деп қане сені ит сияқты лақтыра саламыз деді. Осылай айтты да, сонымен текпілеп отырып машинаның ішінде тұншықтырды, тоққа соқтырды чокермен. Сонымен Динамоға алып барды. Динамо деген спорт зал, ОБД-ның артындағы. Сол жерде залда толықтай кем дегенде бір 180-200 адамнан жоғары адам залда екпетінен жатыр. Залдың іші мынандай қан болып кеткен 2 сантиметрлік қан жоса. Мен кіріп бардым, мені көшеде адамдар, оперлер, амондар тұрып алған, текпілеп кіргізіп жатыр. Әрқайсысы 2-3 текпілейді. Соның залға кірдік, кіріп едім, мынау ғой ана блогер, менің блогер, бұл енді видеода айтқан сөздеріме тиісіп бәрі сөйте бастады. Содан Ерлан Қабатай деген тамада жігіт тұрды, тоже блогер, соның қасына апарды. Соның екеумізді текпіледі. Ол жігітте менен бұрын барған, қатты таяқ жепті. Сөйлей алмай ыңқылдап қабырғада тұрдық, қабырға сүйенімізден. Мені де солай тұрғызып қойды. Екеуміз текпілеп айтты, біз сендерге адамдардың көрсетеміз фотосын. Осыларды жаңағы төбелесте болған, алдыңғы шепте жүрген, не болмаса мынау арақ таратқан деген сияқты нәрселерді, арматура таратқан, сен осыны айтып бересің. Осыны айтып берсең, біз саған ештеңе істемейміз. 15 күндік құқық бұзушылық әкімшілік хаттама толтырамыз, 15 күнге ғана қамап босатамыз деді. Сон жанымдағы бірнеше жігіт соған келісті. Мен ешкімді көргем жоқ, ешкімді танымаймын, ештеңе келіскем жоқ. Мен ештеңе істегем жоқ дедім. Содан мені текпіледі. Сол Динамода 2 күн жаттым. Соны ОБД-ға апарды. ОБД-ға апарған кезде 4 тергеуші отырды. Соның бір тергеушісі келді да айтты, тергеп отыр, мен мына Тілеужанда ешбір факті жоқ, бұның сол кезде басқа жақта жүрген, мынау ешбір төбелесте болмаған, не істейміз, бұған қалай 272 2-ші бөлімін тағамыз деді. Сол кезде Далабаев Айдын деген тергеуші келді, қайтесің мынаны жібер, өйткені әкімдіктен осыны беріңдер деп айтты. Жаңағы статья тағып осыны жіберіңдер деп айтты. Жоғары жақтан деді да, келіп Далабаев Айдын деген толық жігіт қазір Самар ауданына тергеуші қызметіне ауысып кетті. Мені текпіледі ана жігіт. Ол негізі менің тергеушім болып тұрған жоқ, бірақ сол мені тергеп отырған жігіттің ар жағында отырды. Қайта келіп сол мені текпілей берді. Нақты айтатын болсам, жаңа текпілеп отырып кіргізді, тірсектен тепті, содан қолды көтеріп қояды да, мына екі жақтан дубинкамен ұрады. Содан бүйректен келіп шынтақпен кіргізеді, ұрады. Содан аяқты жаңа шатты айырып шпагатқа отырғызған сияқты аяқтың екі жағынан екеу теуіп шпагатқа отырғызады солай. Тоққа соқтырады. Соны тоққа соқтырды. Мен күрткам қалың болды ма білмеймін. Көп оны сезе қойғам жоқ. Сол кезде айтты, мынау өзінше мықты ғой, сен қатты ауырмай ма деп текпіледі. Соны үндемей жатып едім, сен спортсмен емессің бе деді. Мен жоқ дедім. Соны қайта текпіледі, неге өтірік айтасың деп. Ал спортсменмін дедім. Сол кезде мынау пиздес екен деп, кәдімгі солай айтты. Мынау пиздес екен, спортсменмін деп айтты маған деді да, анадыр әке пакет кигізіп тұншықтырды. Сол кезінде бір пакет кигізді, 2 пакет, 3-ші пакетті қабаттап кигізген кезде мен ана жерде талып бара жатқаным есімде болды. Ояна келсем бір апай сол жерде анадарға ұрсып жүр екен. Жас баланы өлтірдіңдер ғой, сендер не деген хайуан итсіңдер деп анадарға ұрсып менің бетіме су шашып жатыр екен. Су шашып мені оятты да ана кісі. Содан қайтадан су беріп, қолыма 0,5 су берді. Тағы бір тергеуші Раушан деген қыз, өтірік айтпасам, Күршім жақтың тергеушісі, сол кісіге апарды. Ол кісі маған үйіме, отбасыма хабарласатын бір мүмкіндік берді. Отбасыма хабарласып, менде бәрі жақсы, алаңдамаңдар дедім. Болды. Ал менің телефонымды сол 7-сі күні 10 сағат кезінде алып алған, содан бетінің паролін ашып алды да өздері телефонға видео жіберді, телеграмнан группадар қосты, өздері 2 күн ұстап жүрді. Содан ана телефонды 9 күні менен алған қып, жаңа конвертке сап, 9 күні ананы менен алдым деген қол қойғызып алды. Вот оған дейін 2 күн ол менің телефонымды қайда апарды, не істеді, ішіне қандай видео жүктеді білмеймін. Солай текпіледі, маған осылай жаңа бастап шықтым, халықты мен шақырдым деген сияқты мойның аласың деді. Бірінші жаңағы 10-15 кісінің атын айтты, содар болған деп айтып бересің, куәгер боласың. Оның Дарын Нұрсапаров деген журналист болды. Сол журналист айтасың деді. Бірақ мен оны айтпай қойдым. Содан өзімнің туған ағамды айтты. Сен соның ағаң бар ғой, сол ағаңды менімен бірге жүрген деп айтасың деді. Соны мен ары қарай айттым, мүлдем айтпай қойыңдар, мен келіспеймін дедім. Болды, содан текпіледі. Солай текпілеп тергетті, қайта Динамоға апарып тастады мені. Соны түнімен жаттық ана жерде, Хамадаға, анау түнімен Динамо залында жерде жатқан 200 адамға той жүргізді, таң атқанша текпіледі. Біз 200 адам жерде қан жоса тұра алмай жатырмыз. Ішіміздегі тамадаға тұрғызып алады да, кәдімгі сен тойды қалай жүргізесің, сол сияқты бастан аяқ жүргіз дейді. Біз 200 адам қан жоса жерде жатырмыз. Анау содан басынан бастап кәдімгі тойды қалай жүргізеді, сол сияқты басынан бастап жатқан адамдарға той жүргізеді. Сол анаған 3 өлеңді таң атқанша айтқызып қойды.
сондай жағдай болды. Сонымен ертеңде маған айтты, сен мойындайсың ба жоқ па, жаңағы төбелес жасағам, халықты шақырғам деп мойындайсың ба жоқ дедім. Соны жарайды деді да мені жаңағы 272 екінші шаст бойынша мені Стахановқа жіберді. Сол кезде бағана Ербол деген аға болды, көзі көрмейтін мүгедек. Сол кісіні текпілеп менің қасыма әкеп неге қосақта қасыма кісенде қойды бірге. Екеуің Стахановқа бірге кетесің, мына шалды қарап жүр деді. Соны текпіледі. Одан ОБД-дан шыққай келе жатқан кезде аузынан мынау әңгіме ғой деді да мені бөлек алып кетті. Содан апартынан жалғыз өзімді текпіледі, фотоға түсірді. Содан мен басымды көтеріп тұрсам, басыңды көтеріп сен не кекірейіп тұрсың ғой деп ұрды. Мен сонда да басымды түсірмей қойдым. Сол екі қолды артқа қайырып салып жаңағы шпагатқа отырғызып текпіледі. Басқа адамдардың бәрін шығарып тұрды да мені сөйтіп алқап текпіледі УБД-ның аузында. 1 сағаттай текпіледі. Сосын суретке түсіріп айтып бүйтті да, сосын Стахановқа кетті. Сосын автобустың ішіне кіріп барсақ, автобус толы адам, ортасындағы орындықтардың арасындағы адам жүретін жерге бүкіл және қаңтаршыларды құлатып жығып салған, бізге үстімен жүргіздірді. Сонда ана Ербол деген кісі жүре алмай, енді көзі көрмейді, еще қаншама таяқ жеген жүре алмай тұрып еді, ана кісіні текпіледі, тез алып жүр деп мені де тепті. Сонымен бәрімізді Стахановқа апарды. Стаханов деген ана уақытша қамау не ғой пайдасы? ИБС, иә. Соған апарды. Соны ол жерден тура солай бағана ОБД-ға кірген сияқты жолдың екі бетінде тұрып текпілеп кіргізді. Бәрімізді кіргізді. Сосын астында ештеңесі жоқ, ешбір жағдай жоқ. Кәдімгі темірдің үстіне қондырып шықты. Содан түннің 11-12 кезінде ұйықтай алмай, не жататын ештеңе жоқ, ана тоң дірдектеп отырдық. Сол кезде маған сол ИБС-тің бір сол күнгі несі шығар? Режимге ма бір білмеймін отырған жігіт жүр деді маған. Жарайды деп едім, ана шығарды да аузында кривейшті оң жақ сол жақта оперлер жатыр екен. Опер ОМОНдар солардың ортасына апарып тастады. Мынау сөз ұқпайтын неме екен, мынау басқаларының бәрі қанжоса көгеріпті, мынаған түк те болмапты, мынаны текпілеңдер деді. Сол жерден дәу 5-6 жігіт текпіледі. Олар көп емес, бір 5 минутқа текпіледі, шығарып тастады. Содан сол жерде жаттық, қайта тергеу болды. Маған мойындайсың ба деп. Мен ештеңе істеген жоқ, мойындамаймын дедім. Содан шешіндіріп бәріміздің көгерген жерімізді жазып алды. Бәрінің. Мен енді өзім мастер спортпен төбелесіп жүрген адам болғандықтан енді денем көгермеді. Сондықтан мынау көгермепті, таяқ жемеді деп ана жерден қайта шокермен соқтырды, соны текпіледі. Менен басқа шокермен соқтырған ана ринаттардың иықтар тесіліп қапты, бірақ шокердің кәдімгі екі ана темір тес кетіпті. Ал менде ондай болған жоқ. Содан қайта текпіледі мені. Сонымен содан текпілеп СИЗО-ға кетті. СИЗО-ға барған кезде бір күнде біз 14 жігіт бардық. 14 жігіт барған кезде ана жерде енді аузында кәдімгі мылтық ұстаған жігіттер мылтықпен ұрып, текпілеп, жаңағы бізді басты бүйтіп жерге тигізіп, екпеттетіп кіргізді 14 жігітті. Басыңды сәл көтеріліп кетсе мылтықтың артымен ұрады. Солай кіргізді, бәріміз текпілеп, содан жаңағы пол жуғыздырды, бәрін сол шешіндіріп текпілеп жаңағы қабылдап алды. Сол кезде менің денемде ешбір көгерген дүние болған жоқ. Сол кезде Есхат деген СИЗО-ның күзетшісі аузында отырған біреу болды. Есхат деген жігіт, жаңадан келген жігіт екен, сол күзет. Оған дәптер беріп қойған. Қай жігітте қандай көгерген болды жарақат, соны жазып аласың деді. Соны ана Есхат деген жігіт мені танытты, мен сені бір жерден көргем, что-то сен блогерсің ғой деймін деді, үндегем жоқ. Соны бәрінде көгерген, бәрінікін жазып болды. Маған қараңдар, мынау таяқ жемепті деді. Мен айттым, таяқ жемеген емес, жедім. Онда неге көгермейді, сен неге өтірік айтасың деді. Мен айттым, жедім, денем көгермейді дедім. Көгермеген қазір көрсетеміз деді да Есхат деген жігіт. Соны 3 жігітті шақырды маған. Мынаның денесін 4 жерден көгертіңдер, мен қазір дәптерге көгертті деп жазам деді. Сонымен текпіледі, ар текпіледі, бері текпіледі, денем көгермей қойды. Содан кейін мен ауыздан 2 жігіт қолымнан ұстап стенаға бүйтіп басын тіреп тұрды, ауыздан тепті беттен. Содан одан да енді көз бірден көгере қалмайды, мұрнынан қан ақты, бет аузым қызарып кетті, көзінен жас шықты, бірақ көгерген жоқ. Сонымен текпіледі, содан менің денем көгермесе де, жаңа ертең көгеріп қалуы мүмкін, мына жерде 1-2 көгерген болды деп жазайық деді да, жоқ деп жазған жоқ. Сонымен бәрімізді ары камераға, сол кезде 6-шы камера ғой деймін, соған кіргізіп алып текпіледі. Олжас Кенжеханович деген болды. Жаңа Есхат пен Олжас екеуі ең көп текпілеп, барлығын тоққа соқтырып, ана жерде кіркеледі, 6-шы. Ана жерде тұрған камераны былай жоғары төбеге көтере салады да текпілейді. Бәрін стройға тұрғызып қойып текпілейді. Содан кейін мен өзім рухты видеолар түсіремін. Мысалы, видеолардың ішінде мен бір жаңағы айғайлап, сондай қазақтың мәртебесін көтеріп, сондай мақтап сөйлейтін бір сөздерім бар. Соны айтып, сен қазақ, алаш деп ұрандатып жүретін сен емессің бе деді де, жаңағы Олжас Кенжеханович деген. Жүр қазақ деп алып шығады да мені текпілейді қайта.
солай текпеледі. Содан мынада бәрі бір-біріне прикол қылып өтті. Мені моңғол деп алды. Ана моңғол көгермейді екен дейді. Кәне мен көгертем дейді. Анау алып шығып текпелейді, көгермейді. Мынау алып шығып текпелейді, көгермейді. Содан сол 6-шы камерада бәріміз солай 3 күн текпеде болдық.